Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тәрбиелік мағынасы өте зор қазақстандық фильмнің бірі «Тәрбие лагеріне» қысқаша шолу жасап өтеміз. Бұл фильмде басты рөлде Рүстем Жаныманов сомдаған Бауыржан есімді ер азамат болады. Фильмді бастамас бұрын отандық фильмдерге қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Фильмнің басында бұзақы балаларды тәрбиелеу мақсатында ата-аналары Бауыржанға хабарласып, оларды алдап лагерге жібереді. Лагер қаладан өте алыс жердегі ауылда орналасқан екен. Бауыржан балаларды күтіп алып, оларды сапқа тұрғызып, телефондарын жинап алады. Сен телефоның қайда? Мен бере алмаймын. Бұл жерде бәрібір сен ұстамайды. Кейін Бауыржан балалармен жеке-жеке танысып, олардың қандай бұзақылық жасағанын анықтайды. Олардың біреуі ұрлық жасайтын, біреулері ата-аналарын тыңдамай, олармен ерегесіп, салғыласып, ұрсып отыратын. Енді біреулері телефонға жабысып қалған болса, кейінгілері өте төбелескіш, басқа балалардың ақшасын тартып алатын бұзақы болған екен. Ал еткен соң, саған күн жоқ, ұқтың ба? Ал байдың балалары болса, ақшаның ешқандай қадірін түсінбейді екен. Олар ақшаның қайдан келіп, қайда кетіп жатқанын білмейді. Тек қана оңды-соңды шашқанды ғана біледі екен. Бауыржан балаларды лагерге әкеліп, оның ішімен таныстырып шығады. Одан кейін асханаға алып келіп таныстырады. Кейін балаларды ол асханадан тамақ ішу үшін жұмыс жасау керек екендігін айтады. Ол лагердің барлық тәртібін түсіндіріп болған соң балаларды сыртқа шақырады. Егер балалар тамақ ішкілері келсе, қораны тазалап, оның артындағы ағашты жинау керек болады. Қысқасы, бұл жерде істейтін жұмыс өте көп. Бірақ балалар оған көнбей, қарсы сөйлеп, жұмыс жасағысы келмейтінін жеткізеді. Бауыржан сонда да әңгіменің басын қысқа қайырып кетіп қалады. Балалар бір-біріне қарап, қолдарын бір сілтеп кетіп қалады. Кейін қарындары ашқан соң асханаға қайта келеді, бірақ даяшы оларға тамақ бермей қояды. Сол кезде Бауыржан келіп, жұмыс жасамасаңдар тамақ жоқ екенін ескеріп айтады. Балалар ашуланып сыртқа қарай шығып кетеді. Қайда бармақпыз? Олар екі топқа бөлініп, лагерден қашып кету жайлы ойластыра бастайды. 4 бала көп күтпей кетіп қалады. Ал қалған үшеуі кішкене қулық танытып, сол жақтағы шағын дүкенге келеді. Олардың біреуі дүкендегі апаны алдап тұрса, енді қалған екеуі дүкенді тонап кетеді. Ал бірінші кетіп қалған 4 бала айдалада қаңғып, қайда кетіп қалғандарын білмей, жолда бір атты кісілерді көріп қалады. Содан көмек сұрай бастайды. Кейін Бауыржан балалардың жоқ екенін байқап, оларды іздестіруге кіріседі. Ол дүкенге келіп, ападан болған жайтты естіп, барлығын түзейтінін айтып, ары қарай кетіп қалады. Ол үшеуі ұрлаған ақшасын санап жатқан жерінен тура түседі. Сол баланың қолынан сүйреп далаға алып шығады. Ұрлық түбі қорлық екенін түсіндіру мақсатында ол оның қолын шауып тастайын деп қатты қорқытып тастайды. Сол кезде бағанаға атты кісілер де балаларды қайта сол лагерге әкеліп тастайды. Ал балалар болса аң-таң болып аузын ашып сол жерде қалып қояды. Бауыржан балаларды дүкенші апаға алып келіп, одан кешірім сұратқызады. Балалар кезек-кезек өздерінің қателіктерін мойындап, апайдан кешірім сұрап қайтады. Одан кейін Бауыржан балаларды бір бөлмеге қамап, ойланыңдар деп тастап кетеді. Балалар біраз отырып, есікті қайта қаға бастайды. Сол кезде Бауыржан есікті ашып, кім жұмыс істеуге дайын, сол шықсын дейді. Сонда 3 бала шығып, қалғаны сол жақта қалып қояды. Ал ана үшеуі жұмысқа кірісіп кетеді. Қалған балалардың да шыдамы таусылып, қайтадан есікті қағып, жұмыс жасауға дайын екендігін айтады. Сонда Бауыржан балалардың барлығын шығарып, олар жұмысқа кірісіп кетеді. Біраз уақыттан кейін Бауыржан келіп, балаларға ас дайын екендігін айтып шақырады. Балалардың бірі асты ұнатпай, оның столдың үстіне төңкеріп кетіп қалады. Бауыржан үндемей отыра береді. Бірақ ол бала қайтадан ойланып, айналып кеп тамағын жинап, жестіріп, қайтадан өзі іше бастайды.
Балалар бір-біріне үйренісіп бастап жұмысқа кірісіп жүреді. Олар кейін жұмыс істеп жүріп, тағы да бұның барлығы бітпейтінін айтып, Бауыржанға ақша ұсынайық деп айтады. Бұны естіген Бауыржан балалардың барлығын жинап, зираттың жанына алып келеді. Ол жақта қаншама балалардың сол ақшаның кесірінен қайтыс болғандығын түсіндіріп айтып береді. Балалар өздерінің дұрыс емес екендігін қайта сезіп, жұмысқа қайтадан кірісіп кетеді. Кейін барлығы бір-бірімен жақсы тіл табысып бастайды. Бауыржан кейін балаларды жинап алып, осымен бірінші этап біткенін айтады. Енді екінші этап әрбір бала бір-бір жақсылықтан жасау керек екен. Ең қызығы, балалардың әрқайсысына өзінің қателігін түсіндіретін адам жолығады. Балалар жан-жақты ізденіп, әр жаққа кіріп, үлкен кісілерден көмек керек пе деп сұрап жүреді. Олардың бірі кішкентай баланы бұзақы балалардан құтқарып қалады. Енді бірі өзінің қазақ тілінің қандай тіл екенін түсіну мақсатында кітапханаға келіп қалады. Байдың қызы аяқ киім жөндейтін адамға келіп, көмек керек па деп сұраған кезінде, ата оған керісінше өзіне көмек керек екенін айтып, оның аяқ киімін алып тігіп береді. Ал енді біреуі жолда кетіп бара жатқан атаға суды көтерісуге көмектесіп жібереді. Ал енді біреуі ауылдан аялдама іздеп, бұл жерден автобусқа отырып қашып кетуді ойлайды. Ұрлық жасаған балаға үлкен кісі кезігіп, өзінің ұрлық түбінде қандай жолға түскенін айтады. Ал әжеміз болса, қыздың қандай құндылығы бар екенін сол қызға түсіндіріп, әр нәрсенің өз орнымен екенін айтып түсіндіреді. Кітапханадағы апай қазақ тілінің қандай бай екенін түсіндіріп, және қазақтың қандай халық екендігін түсіндіріп өтеді. Алғыс ретінде кейбіреулері сыйлықты алып жатады, ал кейбіреулері болса өзіне өте маңызды сабақ алады. Өзінің ата-анасының қадірін түсініп, өзінің қателіктерін барлығын біліп, соған өте қатты налитын болады. Қысқасы, фильм соңына таман әр бала өзіне керек сабақты алып, түсінбей жүрген нәрселерін түсініп, түйсіктеріне санасы кіре бастағандай болады. Кешкі отырыста Бауыржан балаларған әркім не үйренгенін ортаға салсын деп айтады. Барлығы өзінің үйренгенін және алдына қойған мақсаттарын баяндап береді. Осымен лагердің уақыты бітті деп Бауыржан балаларды үйлеріне қарай шығарып салады. Кейін балалар ақша жинап, апаның немересіне көмек көрсетеді. Және бұны көрген ата-аналары балаларын өте мақтан тұтатын болады. Фильм ұнаса лайк басып, комментарияға қандай фильмнің қысқаша шолуын көргіңіз келеді жазып өтіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.